Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Біз сіздермен сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін қарастыратын тақырыбымыз кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау дегеніміз бұл кәсіпорынның жұмыс істеу нәтижелерін анықтауға бағытталған әдістер мен көрсеткіштер жүйесі. Тиімділік алынған нәтижелер мен жұмсалған ресурстар арасындағы байланысты көрсетеді. Бұл жерде тұрақты даму кәсіпкерге бизнестің ағымдағы жағдайын бағалауға, сонымен қатар одан әрі даму бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді. Кәсіпкерлік үшін тиімділікті талдаудың маңызы қандай? Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау бұл бизнесті басқаруда маңызды рөл атқарады. Бұл кәсіпорынның күшті және әлсіз жақтарын анықтауға, сонымен қатар кірістілік пен тұрақтылық деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. Талдау негізінде кәсіпкер қызметінің нәтижелілігін арттыруға бағытталған басқарушылық шешім қабылдайды. Осылайша тиімділікті талдау тәуекелдерді азайтуға, сонымен қатар бизнестің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал етеді. Кәсіпкерлік қызметті талдаудың мақсаттары мен міндеттері қандай? Кәсіпкерлік қызметті талдаудың негізгі мақсаты бұл кәсіпорынның нәтижелерін бағалау және тиімділікті арттыру резервтерін анықтау болып табылады. Талдау міндеттеріне қаржылық көрсеткіштерді зерттеу, ресурстарды пайдалануды бағалау және шығындардың құрылымын талдау кіреді. Ал енді алынған мәліметтер негізінде кәсіпкерлік қызметтің одан әрі дамуын болжау да бұл тұрғыда өте маңызды міндеттің бірі болып табылады. Кәсіпкерлік қызмет тиімділігінің көрсеткіштері. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау үшін экономикалық көрсеткіштер жүйесі қолданылады. Ол негізгі көрсеткіштерге пайда, рентабельділік, кіріс және өнімнің өзіндік құны жатады. Ал енді өтімділік, төлем қабілеттілігі және іскерлік, белсенділік көрсеткіштері де сонымен қатар таңдалады. Осы көрсеткіштердің жиынтығы жалпы бизнестің тиімділігін объективті бағалауға мүмкіндік беретін көрсеткіштер жиынтығы. Кәсіпкерлік қызметтің қаржылық нәтижелерін талдау. Қаржылық нәтижелерді талдау бұл кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалаудың міндетті және өте маңызды кезеңі болып табылады. Ол пайда динамикасын, кірістер мен шығыстардың құрылымын және қаржылық нәтижелерге әсер ететін факторларды зерттеуді қамтиды. Қаржылық талдау бұл кәсіпорынның тұрақтылық деңгейін және оның одан әрі даму қабілетін анықтауға мүмкіндік туғызады. Кәсіпорын ресурстарын пайдалануды бағалау қалай жүзеге асады? Жалпы кәсіпкерлік қызметтің тиімділігі көбінесе ресурстарды ұтымды пайдалануға байланысты болады. Ал енді еңбек, материалдық және қаржылық ресурстарды пайдалануды талдау бұл шығындар мен тиімсіз шығындарды анықтауға мүмкіндік береді. Ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру шығындарды азайтуға және пайданың өсуіне тікелей ықпал етеді. Бұл талдау кәсіпкерлік қызметті оңтайландырудың негізі болып табылады. Кәсіпкерліктің тиімділігін талдау және бағалаудың қандай әдістері бар? Жалпы кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау барысында әртүрлі әдістер қолданылады. Оларға экономикалық талдау, салыстырмалы талдау, факторлық және қаржылық есептеулер жатады. Жалпы кешенді тәсілді қолдану бұл кәсіпкерлік қызмет нәтижелерін неғұрлым дәл және объективті бағалауға мүмкіндік береді. Ал енді әдістерді талдау мақсаттары мен бизнес ерекшеліктеріне байланысты жүзеге асырылады. Тиімділікті талдау негізінде қандай басқару шешімдері қабылданады? Тиімділікті талдау нәтижелері бұл басқару шешімдерін қабылдауда кеңінен қолданады. Жалпы кәсіпкер даму стратегиясын түзете алады, сонымен қатар шығындар құрылымын оңтайландырып, бизнесті ұйымдастыруды жақсартады. Ал енді тиімді басқару шешімдері бұл кәсіпкерлік қызметтің өнімділігі мен тұрақтылығының арттыруына үлкен ықпалын тигізеді. Тиімділікті талдау бұл стратегиялық басқарудың маңызды құралы болып табылады. Жалпы бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, біз кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау бұл бизнестің тұрақты дамуының қамтамасыз ететін және шешуші рөл атқаратынын анықтадық. Сонымен қатар нәтижелерді үнемі бағалау
бұл кәсіпкерге сыртқы ортаның өзгеруіне бейімделу, бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік бергенін көрдік. Сонымен қатар талдау негізінде тиімді басқару бұл кәсіпкерлік қызметтің ұзақ мерзімді, тұрақты және табысты жұмыс жасауына тікелей ықпал ететін процесс екенін анықтадық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.